Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз осындай керемет, сочный мантылар жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен ұнымызға еш жұмыртқа қоспай, тұзды суымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, тындыруға жібереміз. Ең алдымен біз пісірілген қарынды ертатқыштан өткізіп алған болатынбыз. Одан кейін пиязымызды ұсақтап турап алатын боламыз. 4 бұрыштап. Және пиязымыз көп болғаны дұрыс. Өйткені мантымыз сочный болып шығатын болады. Осылай видеодағыдай турап аламыз. Міне, енді қара бұрыш, тұз, қызыл бұрышымызды қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң қамырларымызды жайып алатын боламыз. Мінекей, қамырымызды жайып алдық. Енді дәл видеодағыдай бүктеп, кесіп, жинақтап, 4 бұрыштап кесіп алатын боламыз. Міне, қалғандарын осылай қосып жіберсеңіздер болады. Одан соң жайып аламыз. Жаңағы салмамызды саламыз. Одан соң бүгеміз. Дәл видеодағыдай әдемілеп бүгіп алатын боламыз. Енді листімізді майлап, мантыларымызды салып аламыз. Және де мантыларымызды қатты жақын қоймаймыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Егер жабыстырмай қойсақ, өте әдемі болып шығады. Одан соң 35-40 минутқа пісіреміз. Міне, 40 минут пісірдік. Бізде осындай керемет мантылар пісіп шықты. Одан соң ыдысымызға салып аламыз. Міне осындай керемет сочный мантылар шықты. Енді дастархандарыңызға тартсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Сәттілік! Сіздерге ас болсын.